Оқушылар, біздің елімізде оқуға құштар мектеп атты жоба жүріп жатыр. Сол жоба аясында біз бүгін кітап білім баламаты тәрбие сағатын өтеміз. Бұл сабақ бізге нені береді? Бұл сабақ бізге кітаптың қалай жасалатынын, кітаптың шығу тарихын, кітапты кімдер жазатынын, олардың жалпы кітаптың қандай пайдасы бар екендігі туралы біз мәлімет алатын боламыз. Іске сәт енді білім алушыларға менің ойымша, оқусыз, білімсіз біз оқып жұмыс істеуге мүмкін емес сияқты. Кітапта да өз оқу ережелері бар, тәртіптері бар. Кітапты күнделікті үзбей оқуға дағдылануы керек адам. Арабтан шыққан қазақша жазу деген мағынаны білдіреді. Ол кітапты оқыған кезде адамдар өзі кішіпейіл және адамдарға көпшіл болып келеді. Кітап туралы оқу білім бұлағы, білім шырағы, оқу инемен қазғандай. Кітап заманауи толқындағы қымбат дүниелерді ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келе жатқан бірден-бір ой кеңесі. Кітап арабша тілден аударғанда жазбаша деген мағынаны білдіреді, ал грек тілінен аударғанда дәптер дегенді білдіреді. Абай Құнанбайұлы балаларға арнап өлең мен әңгімелер жазған. Ол қазақ балалардың сауатты да білімді болуына үлкен үлес қосқан ұлы ақын. Кітап бізге ежелгі заманда Мысырда, Греция мен Римде жасалып шығарған, оны балшықтан құйып жасалған оған. Ерте кезде кітап тас бетіне қашалып жазылған. Кіші Азияда Пергам патшалық шеберлер жасаған. Қағаздан жасалған ең алғашқы кітап Қытайда жаратылды. Кітаптың іші суреттермен өрнектеліп, мұқабасын алтын және күміс және бағалы заттармен әшекейленген. Өте жақсы. Жаңағы оқимыз, ішіндегі жақсы нәрсесін өзімізге түйеміз, оның барлығы үнемі жазып өзімізге күтіп жүреміз. Келістік қой, демек біз оқуға құштар неміз, мектеп оқушыларымыз оқуға құштар ұлт.